Сонымен біз өткен сабақта SketchUp бағдарламасының терезе элементтерімен және негізгі құралдар тақтасымен танысқан болатынбыз. Осы алған білімімізге сүйене отырып, қарапайым үй моделін құрастырайық. SketchUp бағдарламасының бірнеше версиялары бар. Менде 2017 және 8-ші версиялары нұсқалары орнатылған. SketchUp бағдарламасының осы жұмыс үстеліндегі жарлықтарын екі рет шерткен кезде SketchUp бағдарламасы жүктеледі. Жүктелгеннен кейін бізде жұмыс аймағында құралдар тақтасын таңдап алу мүмкіндігіміз бар. Большой набор инструментов деген жерде қанат белгі қоятын болсақ, бізде мына жерде құралдар тақтасының толық нұсқасы іске қосылады. Үйді құрастыру үшін біз тіктөртбұрыштан бастаймыз. Начало координат деген жерде бір рет чертіп, X осі бойынша 6 метр және Y осі бойынша 12 метр болатын тіктөртбұрыш салып алайық. Карандашты алып, біз мына жерден тағы да көңілді сұраңыздар. Мына жерде менің карандашты алғаннан кейін қай ось бойынша созып бара жатқанымды көрсетіп тұр. Қазір мен мысалы қызыл ось бойынша 3 метрге созайын. Одан кейін жасыл ось бойынша 6 метрге созайын. 6 деп Enter пернесін басамыз. Одан кейін қызыл ось бойынша қайтадан мына жаққа әкеп қосамыз. 3 Enter. Енді ортасындағы сызықты алып тастау үшін оны таңдау құралымен бір рет белгілеп алғаннан кейін Delete пернесін пернетақтадан басамыз. Енді 3 метрге қабырғасын көтеру үшін созу құралын алып 3 деп жазып Enter пернесін басамыз. Осы кезде биіктігі 3 метр болатын бізде мынадай үйдің қабырғасы пайда болды. Енді оның шатырын жасау үшін біз сызық құралын аламыз. Одан кейін SketchUp бағдарламасы бізге қай нүктеден бастап сызатымызды көрсетіп тұр. Точка середины, яғни орта нүктесі деген жерден бірлес чертіп, ары қарай сыза бастаймыз. Енді ол біз мына жерде точка середины деген жерге екінші мына жақ қабырғада 1-2 секунд ұстап тұратын болсақ, одан кейін біз ориентировка жасай аламыз. Яғни мұнда жасыл оспен келдік, мына жақта міне бізге айтып тұр, қызыл штрих сызық дәл ортасы екендігін. Одан кейін осы жерде бірлес чертемде тағы да мына жақта точка середины деген жерге әкелем. Енді мына қабырғамен мына нүктені қосам, мына қабырғамен мына нүктелердің бастарын қосам. Енді таңдау құралын алғаннан кейін Shift пернесін басып тұрып, мына екі сызықты Shift пернесін басқан кезде, мысалы, плюс-минус деген қарап отырсаңдар, плюс-минус пайда болады. Егер де оны қайтадан қажет жоқ болса, алып тастауға болады, немесе қайта қосуға болады. Енді бұл шатырды жоғары қарай көтеру үшін біз переместить құралын таңдап алып, жоғары қарай мына нүктеден көтереміз. Мысалы, ол жерде де дәл расстояние деген жерде төменгі сол жақ бұрышта оны сан мәнінде беруге болады, немесе мөлшермен де көтеруге болады. Мысалы, менде 2 метрге жоғары қарай көтерейін. Енді көтеріп алғаннан кейін біз олардың мына жерлерді қарындашпен қосуға болады. Мына нүктемен мына нүктені, мына бұрышпен мына бұрышты қосамыз. Сонда айналдырып қарайтын болсақ, бізде мынадай үйдің формасы шықты. Енді бұл үйге біз астыңғы жағынан смещение құралын, ығыстыру құралын алып, ішіне қарай кіргіземіз. Мына жақта таңдалып тұр екен, таңдауды алып тастаймыз. Смещение құралымен мына бұрышты ішіне қарай кіргіземіз. Ығыстыру құралымен ішіне қарай 35 сантиметрге мысалы. Одан кейін кіргізгеннен кейін енді мына қабырғаны жоғары қарай көтереміз. Қажетінше көтеріп алуға, осылайша көтеріп қоюға болады. Айналдырып көруге болады. Ол үшін мына жерде вращение деген құралды да таңдап алып, айналдырып көруге болады. Айналдыру құралының көмегімен. Енді немесе
тышқанның ортаңғы батырмасын басып тұрып та әрлі-берлі сахнаны айналдырып көре беруге болады. Енді мына жерден есік жасайық. Ол үшін тіктөртбұрышты аламыз да, мына нүктеден бірде ені 1 метр болсын, ал биіктігі 2 метр болсын. 1 де 2 деп жазып көрсете салуымызға да болады. Енді біз жаңа мына жерде смещение құралын алған кезде толық жан-жақтарын барлығын ішіне қарай ығыстырған болатынбыз. Енді бізге есікті дәл солай ығыстыратын болсақ, сдвиг құралымен, онда бізде мына қабырға толық ығысып кетеді. Ал бізге ол қажет емес. Сондықтан да Ctrl-Z алып тастаймыз ол әрекетті. Енді мына бізге керекті ығыстыратын қабырғаларды алып, белгілеп алып, мен қазір Shift пернесін басып отырмын. Shift пернесін бірінші қабырғаны белгілегеннен кейін Shift пернесін бастым. Экранда бізде міне курсор плюс минуске айналды. Келесі қабырғаны, одан кейін мына қабырғаны тышқанның сол жақ батырмасы арқылы белгілеп алдық. Яғни бізде міне 3 қабырға ғана белгіленіп тұр. Енді осы 3 қабырғаны ғана ығыстыру үшін мен сдвиг құралын алып, сыртына қарай сәл шығарамын. Енді есіктің бұл бізде сыртқы келбеті, яғни оны сәл сыртқа шығаруға болады. Сыртқа қарай шығарамыз, міне. Көп болып кетті. Сәл ғана шығарамыз. Келесі құрал бізде фундаментін жасау үшін мына жерден мына 2 қабырғаны бір-бірімен сызық арқылы қосамыз. Қосқаннан кейін енді осы жерден фундаментін жасау керек. Фундаментін жасаудың бірнеше тәсілдері бар. Оны былайша жасауға болады. Бірақ созатын болсақ, push-pull, яғни тяни-толкай құралымен созатын болсақ, біз мына қабырғаға келген кезде тіреліп қаламыз, ары қарай бара алмай қаламыз. Енді бізге толық айналдырып шығу үшін бұл құралдың қажеті болмай қалады. Бізде ол үшін введение құралын алып, введение құралымен алатын болсақ, мына біздің қабырғаларды толық ары қарай қалай қарай созғымыз келеді, жаңағы толық соза беруімізге болады. Осылайша да созып шығуға болады. Немесе екінші бір тәсілі Ctrl-Z бұл әрекетті алып тастайтын болсақ, бізде барлық керекті қабырғаларды ең бірінші белгілеп аламыз. Мысалы, қараңыз, таңдау құралын аламыз. Одан кейін мына қабырғаны Shift пернесін басып отырып, керекті қабырғаларды таңдап аламыз. Бізге міне осы қабырғаларды айналдырып шығу керек. Егер де біз басқа жерлерді басып қалатын болсақ, оларды қайтадан алып тастауға болады. Барлық қабырғаларымды толық белгілеп алдық. Толық белгілеп алғаннан кейін, енді введение құралын аламыз да, введение құралын алған кезде бізде жаңағы белгілеудің барлығы алынып тасталған сияқты болады. Бірақ ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Біз қажетті жерді шертіп қалатын болсақ, белгіленген қажетті жерді шертіп қалатын болсақ, введение құралы өзі толық сызып береді. Келесі үйдің терезелерін салуға болады. Үйдің терезелерін салу үшін біз мысалы терезені мына жерден салу керек болатын болса, қажетті аймақта біз осы терезені қойып аламыз. Смещение құралы арқылы оның косяктарын жасауға болады, сәл сыртқа шығарып қоюға болады. Одан кейін бұларға жаңағы тік сызықпен бөлуге болады. Бұл енді өз фантазияларыңызға байланысты терезені әртүрлі қылып жасауға болады. Енді бұл терезені мына жерге көшіріп әкелу үшін біз оның алдымен белгілеп аламыз. Ол үшін таңдау құралын аламыз, одан кейін толық осы қабырғаларды белгілеп аламыз. Толық белгіленді. Енді переместить құралын аламыз да, біз оларды орын ауыстырған кезде Ctrl пернесін басып тұрамыз. Ctrl пернесін басып тұрып, міне біз оны қажетті жерге дейін апарып алуымызға болады. Енді бұл терезені мына жақ қабырғаға қою үшін оны бұру керек. Бұру әрекеті былайша орындалады. Повернуть, яғни бұру құралын аламыз да, біз
Z өсі бойынша 90 градусқа былайша бұрамыз. Немесе 90 деп пернетақтада жазып, Enter пернесін бассалға да болады. Енді переместит құралының көмегімен біз оны қажетті жерге апарып қоямыз. Мөлшері дәл ортасына қоюға болады. Енді бұл терезені үйдің арт жағына орналастыру үшін тағы да переместит құралын таңдап алғаннан кейін Ctrl пернесін басып тұрып, оны бұл ось бойынша жылжытамыз. Жылжытып алдық. Енді оны бұру керек. Бұру үшін повернуть құралын аламыз. Таңдап, одан кейін бізге көк ось бойынша 90 градусқа бұру керек. 90 деп жазып, Enter пернесін басуға болады. Енді переместит құралын қайтадан таңдап аламыз. Оны орнына орналастырамыз. Жақсы орналасты ма? Иә, дәл орналасқан екен. Енді бұл жаққа тағы да екі терезені орналастыру керек. Ол үшін тағы да переместит құралын таңдап аламыз. Және Ctrl пернесін басып тұрып, төменгі жағынан жылжытамыз. Тағы да осы әрекетті қайталаймыз. Одан міне бізде арт жағында 3 терезесі бар. Енді мына жаңа бір терезе қоя салайық. Ол үшін тағы да жаңағы әрекеттерді қайталаймыз. Бұрамыз, орналастырамыз. Жаққа екі терезе қояйық. Жақсы. Міне бізде барлық терезелері бар. Осылайша толық айналдырып көруге болады. Міне әдемі ойдағыдай үй жасап шықтық. Балалар сіздерге YouTube каналы арқылы бұл үйді жасау тәсілі көрсетілген сілтемені беремін. YouTube каналы арқылы өздеріңіз видео жасайтын боласыздар. Үй тапсырмасы осы үйді келесі сағатқа жасап келуге тапсырамын.